Бір өкініш, бір үміт. Кешке қарай МТС-тан пошташы Мақым шал мен Әжібек те қайтқан. «Әй көк соққандар!» Әжібектің келгенін көріп қуанғанымыз сонша шанаға қарай далақтаса жүгірдік. Бір күн көрмегенге сағынып қалғандаймыз. Шынында да Әжібексіз күніміз серкесінен айырылғанмен бірдей екен. Ортамызда ол жоқ болған бір күніміздің өзі ертеден кешке дейін көшеде опыр-топыр құрсенделіспен өткен еді. Не жөндеп ойын ойнай алмай, не үйде-үйімізге тарап кете алмай, МТС-тан келетін жолға қарағыштап жіпсіз байланып жүрдік те қойдық. Сол қашан қайтар екен, не бітіріп қайтар екен, темек алып келер мекен деп елегізумен болдық. Бала деген қызық-ау, үлкендер сол Әжібекке жоламаңдар, сол оңбағаннан аулақ болыңдар, әйтпесе бір пәлеге ұрындырады деп Құдайдың зарын қылып тыйым салып жатса да, өзіміз содан қаншама жәбір жапа шегіп жүрсек те, айналып келгенде Әжібексіз таңымыз атпайтындай, күніміз батпайтындай боламыз да тұрамыз. Бүгін міне көзіміз соған анық жетті. Біз пошташының шанасына жете бергенде, Мақым шал құлағы салпаңдап, аяғын санап басып келе жатқан шағыр көз жиренінің басын іркіп, шанасынан Әжібек пен бір бейтаныс адамды түсірген. «Енді әрі қарай өздеріңде бара аласыңдар ғой», деген Мақым шал, ол екеуіне атының болдырып келе жатқанын айтып. 10 шақырым болдырмай келіп, үйге 10 метр қалғанда болдыра қалған атаңның құлағын, деді шанадан секіріп түскен Әжібек ыза болып. «Мені қойш, ауылға бірінші рет келе жатқан мына кісіден ұялсаңыз етті». «Апыр-ай, солай ма? Онда шанаға қайта отырыңдар», деген Мақым шал абыржып. «Жоқ, енді отырмаймыз, кете беріңіз», деді Әжібек шаңқылдай айқайлап. «Бүкіл қайырыңызды шайыр ғып жібердіңіз. Қап ұят болды-ау. Қарағым, отыршы, баратын үйіңе апарып салайын», деген Мақым шал әлгі бейтаныс адамға. «Рахмет ата, енді өзімде барам ғой, мына балалар көмектеседі ғой», деді бейтаныс адам нәзік үнмен. Біз оны жасөспірім ер бала шығар деп тұрғанбыз, енді даусынан әйел адам екенін аңғардық. Көзінде көзілдірігі бар, үстінде ұзын сұрғылт пальто, басында ер адамның құлақшыны сияқты бас киім киген ақсары бой жеткен. Біздерге көзілдірігінің астынан күлімсірей қарап, «Оқушысыңдар ма?» деп сұрады. «Иә, бұлардың бәрі де оқушыларыңыз», деп біз үшін жауапты Әжібек қайтарды. «Ойынның түбін түсіріп жүрген көк соққандар. Егер мен болмасам, осы ауылды баяғыда өртеп жіберетіндер ғой. Ал көк соққандар, танысып қойыңдар, бұл кісі сендердің жаңа мұғалімдерің болады». «Мен өзімде танысам ғой», деді қыз Әжібектің таныстырғанын жақтырмай. «Мен таныстырмасам, бұлар ертең сізге қиқалақтап бағынбай жүрер. Маған бұлардың бағынған емес, жақсы оқығандар керек, солай ма балалар?» деді қыз күлімсірей тұрып. Біз оның ер балаға ұқсаған киім киісіне, күлімсіреген түріне аңырап қарадық та қалдық. Мұғалім деген біздің түсінігімізде Мұқан ағайымыз сияқты түсі суық, оқушыларға қарап күлмейтін айбынды адам болуы тиіс еді. Ал мына қыз езуін жияр емес, дәл бір алыстан келген бәріміздің туыс әпкеміз сияқты елжірей қарайды. Өзінің өңінде, күлкісінде адамды үйреп тұрар бір жылылық, сүйкімділік бар. «Жүріңдер, мені бригадирдің үйіне алып барыңдар», деді онан соң. «Әй, сен шанаңмен мені мына жүгімді алып жүр», деді Әжібек, бәтеннің шанасына жартығап жүгін салып. «Ал сендер», деді қалғандарымызға, «мына кісіні Байдалының үйіне ертіп апарып салған соң маған келесіңдер, мен үйде болам», деді. Біз мұғалім қыздың ағаш шабаданын шанамызға салып, Байдалының үйіне қарай алып жүрдік. Жол бойы ол әрқайсымыздың аты жөнімізді, нешінші класста оқитынымызды сұрастырып таныса бастады. Өзінің аты Әнипа екен. «Апай десеңдер болады», деді. «Мұқан ағайларыңның әскерге кеткенін естіп, осы ауылға өзім сұрандым. Өстіп жаңа келген мұғалім апайымызбен шұрқыраса сөйлесіп, Байдалы шалдың есігінің алдына да жеткенбіз. Үйінен шыққан Байдалы шал өзінен майға піскен ыстық бауырсақтың иісі аңқи тұрып, мұғалім қызды тіксіне қарсы алды. Ол ұсынған бүктеулі қағазды қолына алып ары-бері қарады да, «Бұ не қылған қағаз?» деп сұрады. «Аудандық оқу комиссариатының мені осы ауылға мұғалім етіп жіберген бұйрығы». «Біз ешкімнен мұғалім сұрағанбыз жоқ», деді Байдалы шал жақтырмай. «Сұрамасаңыз да жіберді. Қыс ішінде пәтер табу, отын су табу оңай демекен.
Байдалы шал қолындағы қағазға біраз шұқшия қарап алды да, «Әй, сен бер жүрші» деп ортамыздан Санатты бөліп ап үйінің артына қарай ертіп әкетті. Санатты неге шақырып әкеткенін біз әрине іштей түсініп тұрмыз. Хат танымайтын Байдалы шал әлгі қағазды соған оқытып алмақ. Сәлден кейін екеуі де қайтып оралған. «Қағазды оқыдым», деді Байдалы шал Әнипаға. «Дұрыс екен, ал енді бүгінше біздің үйге қон, пәтер жағын ертең қарастырармыз». «Рахмет ағай, менің қонатын үйім бар, сонда барайын», деді Әнипа апай. «Иә, ол кім еді?» деген Байдалы шал таңырқап. «Осында Злиқа деген кемпір бар ма?» «Бар». «Сол кісінің үйіне барам». «Ол Злиқа кімің болады?» «Ол кісіні сыртына танитын едім. Онан соң Әнипа апай біздерге жағалай қарап, енді мені сол үйге ертіп барыңдар» деді. Біз Әнипа апайымыздың тілегі бойынша екі ұлы бірдей майданға аттанып, жалғыз отырған, иілмейтін, қаққан қазықтай тік жүретіндігі үшін бүкіл ауыл Қадауғара атап кеткен Злиқа кемпірдің үйіне қарай алып жүрдік. Қадауғара кемпір қолына шыбық ұстап 5-6 қой ешкісін қоралап жүр екен. Өз үйіне біз бастан әкелген Әнипа апайды таңдана тұрып қарсы алды. Таяп келгенімізде салқын ғана амандасты да мұғалім қызға көз алмастан шаншыла қарап, «Жөніңді айт қарағым», деді. «Сіз мені танымайсыз апа», дей бастаған Әнипа апай, «Тұра тұр», деді Қадауғара кемпір оның сөзін бөліп. «Сен осы Әлімбайыммен бірге оқыған Әнипа деген қыз емессің бе?» «Иә», деді Әнипа апай таңырқап. «Екеуіңнің бірге түскен суреттерің бар ғой, содан танып тұрмын. 41 жылы педучилищені бітірерде түскенбіз». «Қарағым, келші маңдайынан сүйейін», деді даусы бұзылып, көзі жасқа толған Қадауғара кемпір. «Әлімбайыммен қатар отырған сені көргеннің өзі не тұрат маған?» Қадауғара кемпір мерленіп кеп Әнипа апайымыздың оң қабағының үстінен сүйді. Көзіне толған жасты сүртіп булығып біраз тұрды. «1 жыл болды хат келмегелі», деді шағынғандай жыламсырап. «Менің де хат алмағаныма 1 жыл болды. Жарығым қай жерде жүр екен? Ой, жалған-ай», дейді. Қадауғара кемпір ауыр күрсініп, тек осыдан кейін ғана жөн сұрады. «Иә қарағым, жолың болсын. Дәм татып, осы ауылға келдім апа, мына балаларды оқытпақпын». «Оның жақсы болған екен, қадамың құтты болсын». «Рахмет апа». «Үйге кір қарағым, ендігі жөнді асықпай сұрасармыз». Біз апайымыздың шабаданын үйге кіргізіп кете бергенбіз. «Әй балалар, тоқтаңдар», деді Қадауғара кемпір дауыстап. Өзі соңымыздан бір дорба езген құрттың малтасын алып шығып, бәрімізге уыстап үлестіре бастады. «Өздерің маған үлкен қуаныш әкеліп тұрып, бір құрауыз кеткендерің жарамайды ғой», деп қойды. «Айналайын ақ тілеулестерден амандық болса, бәріңді де шақырып той жасағандай қонақ етем әлі». Біз мәмпәселерге ұқсаған бірі ақ, бірі сарғылт малтағұлттарды томпаңдай сорып, енді Әжібектің үйіне қарай тарттық. Күн батуға таяп, қызыл шапағы бүкіл ауылды жалқын нілге боялғандай ғып тұр. Әжібек өз үйінің төрінде бағанағы жарты қап жүгін қасына қойып, мәз-бейрам боп отыр екен. Екезу екі құлағына жетіп, қуанышында шек жоқ. Біз кіргенде, «Олжа деген міне», деп қасындағы қапты сыртынан ұрып қойған. Бұрқ-бұрқ еткен темекінің ащы иісі шетімізден түшкіртіп пысқыртып жіберді. Біз келгенше Ырысбектің әңгімесін бәтеннен естіп қанып апты. «Бәрін де естідім», деді ала-көлеңке үй ішінде көңілі сәл жабырқап. «Қайран азамат, Ырысекең қор боп кеткен екен де», деді. «Әйел опасыз деген осау, бәрінің теріс айналғанын қараш. О, дүние-ай», деп үлкен адамша аһ ұрып көңірене сөйледі. Ойланып біраз отырды да, «Апырай, тіпті қызық болған екен», деді. Онан соң, «Ең аяғы Эммаға дейін ат-тондарын ала қашқанын айтсаңшы». Бір сәт мырс етіп күлді де, «Әй, өзі де көк соққан еді», деді енді табалап сөйлеп. «Бір әйелмен дұрыстап тұруына болатын еді ғой. Мейлі, жолы болсын. Темекі түгелдей өзіме олжа», деді ең ақырында. «Ал енді осы ауылдың темекі тартатындары мен Насыбайшы кемпір шалы маған жалынбай көрсін», деді мақтана есіп. Шынында да темекі салмайтын, бірақ шылым тартатындары мен насыбай ататындары көп біздің ауылда. Темекінің құны наннан артық болмаса кем емес еді. Қайғы қасіретте көңілге жұбаныш болатын бірден бір дауа темекі боп саналатын.
Еркектерді қойып әйелдерге дейін түтіні қолқаны қапқан ащы темекіні құшырлана сорған кезде көңілдері сейіліп бір сәтке болса да ауыртпалықтың бәрін ұмытқандай болушы еді. Үлкендердің темекі десе ішкен астарын жерге қоятын осынша құштарлығын өнер санайтынбыз. Қолымыздан келсе бұрқылдатып отырып шылым тартқанға не жетсін деп армандайтынбыз. Рас, үлкендер бізге темекінің у екенін, зиянды екенін айтып, шылым тартуымызға қатты тыйым салатын. Ал бірақ өздері бір күн темекісіз қалса, бүкіл жарық дүниені тәрк етуге шақ қалып, жынданып кете жаздайтын. Ондайдың талайын көріп те, естіп те жүрміз. Сондықтан темекіге деген құштарлығымыз өрши түспесе кемімейтін. Тек әттең темекі қолымызға түспейді. Кейде ұрланып жылқының кепкен тезегінен шылым орап тартатынымыз бар. Бірақ тезектің аты тезек қой, 2-3 күнге дейін кеңірсегіңді тезектің сасық есі алып, жүрегің айнып түтін атаулыдан безе қашардай боп жүресің. Сондайда шіркін нағыз темекі болса ғой деп арман етеміз. Енді міне Әжібек нағыз темекінің жарты қабын әкеп отыр. Шіркін Әжібек мықты ғой. Қанша мақтаған батырың да, мықтың да осындай болар. Үлкендердің қолы жете бермейтін дүние байлықты иісін бұрқылдатып ұрып қойып отырғаны мынау. Және бір тиын ақша шығармаған. Ертеңгісінгі ырысбек берген алақандай 100 сомдықты бәрімізге көрсете отырып, темекіге ақша шығарып мені ақымақ боп кетті дейсіңдер ме? Деді күліп. Біздің алдымызда оның мәртебесі бұрынғыдан да биіктеп, беделі тіптен шарықтап өскен еді. Егер осы сәтте бізден ауылыңда бетке ұстар кімің бар деп сұраса, ойланбастан бір ауыздан Әжібек дер едік. Ал көк соққандар, деді Әжібек, біз оның төңірегіне алқа қотан отырған соң. Мына әжекелеріңнің арқасында шылымды тойғандарыңша бір шегіп жетісіп қалыңдар, деп қабының аузын шешті. Темекінің бұрқыраған ащы иісі танауымызды бұрынғыдан да гөрі жарып жіберердей жыбырлатып, түшкіру пысқыруымыз жиілеп кетті. Пах, жарықтықтың иісі-ай, деп Әжібектің өзі де түшкірінді. Мә, мынадан бір шылымды қағаз жыртып алыңдар, деп ол қалтасынан алған бүктеулі газетті ұсынған. Дереу жапа тармағай алақандай етіп, бір шылымды қағаз жыртып алдық. Әжібек қабының аузын ашып әрқайсымызға бір шөкімнен салып бере бастады. Бәрімізге салып берген соң, «Әй, құр қалған ешкім жоқ па?» деп сұраған. «Жоқ», дедік бір ауыздан. «Ал онда өзіме салайын», деп газеттен жыртып ап өзіне де бір шөкім салып алды. Оны қолы майыса отырып орап, онан тілімен жалап жабыстырғанның өзі қандай әдемі десеңші. Бізде соған еліктеп шылымды әдемілеп ораймыз дегенімізбен қолымыз икемге келмей бір шөкім темекінің өзін төгіп шашып отырып әзер орадық. «Неше ауа, өсті үйренесіңдер», деп қойды Әжібек біздің ұсқынсыз оралған шылымдарымызға қарап. Енді ол қалтасынан шақпақ тас және мақта алып шағып қалған. Мақта түтіндеп сала берді. Соны үрлеп қойды да темекісін тұтатты. Онан соң сол темекісін сора отырып бәріміздің шылымымызды тұтаттырды. Шылым тартуды білетініміз де, білмейтініміз де құшырлана соруға кірістік. Нағыз темекінің тілді қуырған удай ащы түтінін сорып аламыз да бұрқырата үрлейміз. Бір-бірімізге қарап, жымыңдаса мәз болып дүниенің бір рақатына қолымыз жеткендей күйде тұрмыз. «Ей, сендер мына маған қарап, менше тартыңдар», деді Әжібек. Сөйтті де шылымын терең сорып, аузына түтін толтырып алды да, су жұтқандай ішіне қарай қылқ еткізіп жұтып қойды да, онан соң әлгі түтінді қос танауынан бұрқылдата шығарды. «Шылым тарту деп осыны айт». Енді біз де шылымнан аузымызды толтыра сорып ап, оны ішімізге жұтып, одан мұрнымыздан шығармақ болдық. Бірақ шылымды бұлай тарту оңай емес екен. Қақалып шашалғанымыз кемде-кем ақ шығармыз. Удай ащы түтін бүкіл кеңсірігімізді қуырып, тұншығып өліп қала жаздадық. «Өй ақмақтар, өйтіп түтінді бірден көптеп сорып жұтпай, әуелі азаздан сорып үйреніңдер», деді Әжібек жеке ұрсып. Кейбір шылымды қақалмай шашалмай тартқан балаларға ол «Маладес, сен түбі шылымды жақсы тартатын боласың», деп мақтап қояды. Ал кейбір лоқси бастаған балаларға «Қор болған темекі, мынадан түк шықпайды ғой», деп ұрсып желкесінен қойып қалады. Біраздан кейін үйдің іші көк түтін боп кетті. Бір бұрыштағы бала екінші бұрыштағы баланы әзер көреміз.
Әуелгіде тым-тырс отырғанымызбен шылымның қызығына түсе келе даурығыса бастадық. Міне, мен түтінді жұтып мұрнымнан шығара аламын. Мен де үйрендім, қарашы бері. Олай емес, былай шығару керек. Ууда шудан ба, әлде түтіннен бе, сәлден соң басым айнала бастады. Балалардың бәрі күңгір-күңгір сөйлейтін сияқты. Көз алдым сәл айналып тұрғандай, әйтеуір бір қызық хал. Ептеп жүрегім айнейін деді. Әй, көк соққандар, деді бір кез Әжібек ұйқыдан оянғандай. Әй, мына үйдің іші көк тұман қып жіберіппіз ғой, мәссаған. Сендер үйлеріңе кетесіңдер, мына көк тұманды жұтып сорлап мен қалам ғой, қане далаға шығыңдар. Сыртқа шыққанбыз, кәдімгі бір тар қапастан тұншығып шыққан адамдай көкірегім ашылып сала берді. Суық ауа бүкіл өне бойымды қуалап, бұлақтың тастай суын сіміріп жібергендей болдым. Қандай рақат. Балалардың бірі қақырынып түкірініп, бірі лоқсып қойып күресін қарға еңкейеді. Бірақ соған қарамастан көңіліміз шат, шетімізден мәз боп тұрмыз. Шылым тартуды үйрене бастағанымызды мақтан етіп тұрмыз. Әй, көк соққандар, деді Әжібек. Ертеңнен бастап оқуларын қайта басталады. Анау жаңа келген мұғалім қызды ренжітуші болмаңдар. Егер біреуіңнің қиқалаңдағандарыңды естісем, менен жақсылық күтпеңдер, деді қатал ескертіп. Ертеңіне мектебімізде қоңырау қағылып, оқу қайта басталды. Әнипа апайымыз жүзі қандай жылы, нұрлы болса, мінезі де сондай жұмсақ, аңқылдаған мейірбан жан екен. Алғаш класқа кіргенде мұз қатқан еденнен тайып жығыла жаздаған. Біз балалар ду күлетінімізде, күлгенімізде өзі де бірге қосыла күліп жіберді. Мына еденде коньки тебуге болады екен, деді басын шайқап. Онан соң стол басына кеп, класс журналын ашпас бұрын есік терезелерінен желіз қылған бөлме ішіне айналай қарап тұрып, онан біздің жалаңаш жүдеу түрлерімізді көріп күрсініп қалды. Күлімсіреген өңі көлеңке түскендей лезде жабырқау тартып, көз алдымызда өзі де жүдей бастаған. Мынадай класта анық бір сабақты толық отыру мүмкін емес еді. Балалардың көбінің киім-кешегі алым-жұлым, жыртық тесік, шарық шоқайларынан не өкшесі, не башпайы көрініп жүреді. Кейбір балалар жыртық шарығының ішіне тығыздап сабан салып киіп алған. Жүгірген, ойнаған кездерінде әлгі сабан жыртық тесіктен біртіндеп суырылып түсіп жүреді де, біраздан кейін сабаны тегіс түсіп қолпылдап қалған шарығына қар кіре бастайды. Отырағап шарықтың ішіне сабанды қайта тығып алады. Осындай түрімізді көрген Әнипа апай сабақты бірден бастай алмай, бәрімізге жабырқай қарап, үнсіз тұрып қалған. Көшеде жүгіріп ойнап жүргенімізде тоңу дегенді білмесек те, суық класқа кеп қимылсыз отырған соң бойымыз тоңазиын деді. Жақ жүндеріміз үрпейіп күрк-күрк жөтеле бастадық. Кластың бүкіл бір жақ қабырғасын ала салынған ошағы ауыз бөлмеден жағылатын кірпіш пеш болымсыз ғана жылып тұр. Бұрын қи жаққанда едәуір қызып кластың ішін жылтып тұратын, ал сабан отынға біз бағар емес. Үй сыпырушы Дәметкен апай от жағуды таңсәрден-ақ бастаған екен. Міне, қазір сәске кезі боп қалды, әзірге жылай қоятын түрі білінбейді. Мұқанағай әскерге алынып, мектеп бір айдай жабық тұрған уақыттың ішінде мектептің отын қоймасындағы бір қысқа жетерлік етіп жиналған қи үш түгелі жоқ боп кеткен. Кім тасып алды, қашан алды, ешкім білмейді. Әлгінде сабақ басталардың алдында Әнипа апай Байдалы шалға жолыққан. Отынның қайда екенін сұраған. Әй, қарағым, мен отын күзетшісі дейсің бе? Қайдан білейін? Деп Байдалы шал шарт кесті. Осы колхоздың отыннан басқа да жұмысы бастан асып жатыр. Енді оқу болмайды деп біреулер тасып алған шығар. Әне, сабан түсіртіп бердім ғой, соны жаға беріңдер деген. Сол сабанның жылуы міне уф деп үрлесең аузыңнан шыққан бу темекінің түтініндей бұрқырайды. Әнипа апай барып пештің әр жерінен бір сипап ұстап көрді де, тағы да күрсіне тұрып басын шайқады. Балалар, мына класта көп отыруға болмайды екен. Мен сендерге үйде оқуларыңа тапсырма беріп қайтарайын, деді. Сонда біз класта оқымаймыз ба? Деп сұраған балалардың бірі. Қысқа деп жинаған мектептің отынын біреулер тасып апты, ал сабанның қаншалықты жылытатынын өздерің көріп отырсыңдар. Мынадай суықта сендерді ауыртып аламын ғой. Сөйтіп Әнипа апай үйде оқуымызға тиіс тапсырмаларды тақтаға жаза бастады да, біз оны ілесе отырып көшіріп алуға кірістік. Апайымыздың жазуы біркелкі маржандай тізілген әдемі еді. Мен мектептің отынын жағып отырған бір үйді білем, деді балалардың бірі өз-өзіне айтқандай, жай сөйлесе де бәрімізге естіртіп. Кімнің үйі?
Ол кім? Дедік біздер жан-жақтан. Әжібектің үйінен, деді әлгі бала. Барғанымызда ылғи қи жағып отыратынын өздерің де көріп жүрсіңдер ғой. Әжібек сол қиды мектептің отынынан алмағанда қайдан алды? Рас рас, деп Әжібектің үйіне қашан бармайық, сары қиды маздатып жағып қойып отыратын есімізге алғанбыз. Тақтаға тапсырма жазып тұрған Әнипа апайымыз да біздің сөзімізге елең етіп кейін бұрылған. Әжібек кешегі бала ма? Иә. Егер мектептің отынын түсіріп алған сол бала болса, анықтап сұраңдар өзінен. Айқай-шу шығармай-ақ қайтарып алайық. Апырая, үйіне қашан барсаң да Әжібек жағасы жайлау боп жып-жылы отырады. Сөйтсек біздің мектептің қысқа деп жинаған бар отынын түсіріп ап қарық боп жүр екен ғой. Ой оңбаған-ай, ой мүттәй-мынай. Күзде Мұқан ағай өзі бас боп барлық оқушы балалар өгіз арбамен мына төмендегі қой қорадан 3 күн бойы тартқан қи ғой. Қыста рақаттанып жылы класста отырамыз деген есіл еңбегіміз. Бар рақатын түк істемеген Әжібек көріп жүр екен де. Біз бір топ бала қазір мектептен шығысымен соның үйіне барып айқасуға бел байладық. Бәріміз жабылсақ, соған әліміз жетеді ғой, дедік күбірлесе келісіп. Сөз байласқан балалар мектептен шыға Әжібектің үйіне келгенімізде ол төрінің алдында шалқасынан түсіп темекі тартып жатыр екен. Үстелінің үстінде жарты таба нан, бір тостаған майға шыланған талқан, бір тостаған қуырылған бидай, құрт ірімшік үйіліп тұр. Я оқымыстылар, мектепке кіргендеріңнен шыққандарың тез болды ғой, деді ол шалқасынан жатқан күйде бізге бетінде бұрмастан. Әлде сабақтан қашып кеттіңдер ме? Біз ошақ алдында шашылып жатқан сары қидың сынықтарын бір-бірімізге ымдап көрсетіп үнсіз тұрмыз. Әй, неге үндемейсіңдер? Әлде анау үстелдің үстіндегі тамақтарды көріп үндерің өшіп тұрма? Темекінің арқасында келген дәмдер ғой, деп Әжібек сол бізге басын бұрмаған күйінде шірене сөйлеп жатыр. Әлі осы ауылдың дастарханының ең дәмділері менің аузымда болады. Әжекең өстіп Ахау бикем әнін әндетіп қойып шалқасынан жатады. Оқыған сендер озар мекенсіңдер, оқымаған мен озар мекем, көреміз. Біз сол үнсіз қалпымызда өстіп жатқанда үстінен барып бас салайық дегендей ымдаса сөйлесіп бір-бірімізді сен баста дегендей итермелей бастағанбыз. Осы мезетте Әжібек басын көтеріп алды да қостанауынан түтінді бұрқырата отырып, әй көк соққандар, жүргістерің тым суыт қой, неғып состиып тұрсыңдар, деді. Мектептің отыны қайда? Дедік, айқай жоқ, тоқай жоқ. Қайдағы отын? Мектепке отынға деп күзде біз түсірген қише. Міне ошағыңда маздап жанып жатыр ғой. Осыны қайдан алдың? Қазір бәрін қайтар, сенің қырсығыңнан біз міне бүгін сабақта оқи алмадық. Әй, сендер айтсам айтқандай көк соққан екенсіңдер, деді. Көзі шатынап лезде ыза болған Әжібек. Тіпті көк ме екенсіңдер? Немене, мектептің бар отынын түсіріп жинап ала қоятындай менің қарамағымда жұмысшыларым бар деп бедіңдер? Және онша отынды қай жерме жинаймын? Отын жинайтын қорам да жоқ, әне, бар отыным ауыз үйде жатыр. Не сөйлеп тұрсыңдар? Өй, ақылдан жұрдай болған табан аяқтар. Қайтар дейді ғой, нені қайтарам? Ал онда мына сары қиды қайдан алдың? Дегенбіз, мектептің отын қорасынан, деді Әжібек сабасына түсіп, салмақтана сөйлеп. Ең соңынан қидың қалған құтқан жинап алғаным рас. 3 қабет, 1 қабы таусылды. 2 қаптағы әне ауыз үйдің бұрышында үйілі жатыр. Егер мектептеріңді жылытуға жетеді десеңдер, жинап алып кетіңдер. Біз недерімізді білмей сілейіп тұрдық та қалдық. Айтса айтқандай мұның отын қоятын қорасы да жоқ екен-ау. Мысымыз құрып енді не қыларымызды білмей, не шығып кете алмай, не отыра алмай бір-бірімізге қараймыз. Әжібекті нақақтан нақақ қаралап жазықсыз ренжітіп алғанымызға жерге кірердей боп тұрмыз. Біздің осы жайымызды ұқтау деймін. Әжібекте енді ашуын басып темекісін қумағайлана сорды да, әй көкмилар, деді жайбарақат үнмен. Не десеңдер де, менің сендерден өзге серіктерім жоқ енді. Мен дегенде Құдайдың басқа салғаны осы шығар. Дабай отырыңдар, темек тартыңдар, сөйтіп естеріңді жиыңдар. Әлгіндегі жауар бұлттай болып түнеріп, үдірейісіп келген түрімізден ізде қалған жоқ. Әжібектің алдында сол баяғы көк соққан қалыптарымызға түсіп, аптығымыз басылып сүмірейісіп барып отыра кеттік. Ол ұсынған газеттен бір жапырақтан жыртып алып шылым орадық. Әжібектің алдындағы әлгіндегі кінәмізді толық мойындағандай жерге қарай отырып ащы түтінді бұрқылдата сорғанбыз. Әй көкмей, түтінді босқа сорып рәсуа етпей, ішіңе жұтып тарт.
деп зікіп қалды Әжібек өзіне таяу отырған балаға. Мұнысы жалғыз оған емес, бәрімізге айтылған кінәрат еді. Түтінді текке сорып рәсуа етпей жұтуға тырысамыз. Удай ащы түтін тұншықтырып жібере жаздайды. Кеңсірігіміз ашып, тамағымыз жыбырлап, жарыса кеп қаққалып шашалып, көзімізден жасымыз парлап ит боп отырмыз. Мектептің отынын кім түсіріп алған мен білем, деді әлден уақытта шылымын тартып болған Әжібек. Бірақ оның кім екенін айтпаймын. Басыма пәлездер жайым жоқ. Иә, Әжібек айтпаймын десе айтпайды. Егер қадалып сұрай берер болсаң, ол ашуланады да әлгі мазасын алған баланы желкесінен алып есігінен итеріп шығарады да май құйрығынан қайқайтып тұрып бір тебеді. Ол балаға енді қайтып Әжібектің үйіне есігін ашу оңайға түспейді. Үйінен не бір тапанан, не бір жілік ет ұрлап әкелу керек. Сөйтіп келіп қана татуласады. Терезе қағылды да сырттан Мәридің «Бәріңді де апай шақырып тұр» деп айқайлаған дауыс естілді. Біз топырласа жүгіріп сыртқа шыққанбыз. Расында да Әнипа апайымыз көшеде Әжібектің үйінің тұсына кеп тұр екен. Қасында Мәри және бір-екі қыз бар. Мәри жартылай ер балаша, басына құлақшын, бұтына шалбар киген. Үстіндегі шешесінің кішірейтілген ескі пүліш пальтосы белін қынтитып, бойы ұзарып көрінеді. Қысқа қарай өзі әппақ боп ағарып, қасы көзі қап-қара боп қиылып, әдеміленіп кеткен. Өзін-өзі еркін ұстайтын ақ жарқын өжет мінезді де оны басқа қыздардан ерекшелеп тұратын. Қазір апайдың қасында тұрып сүмірейіп шыққан біздерге мазақтағандай ақсия күледі. Ал күліп тұратын Әнипа апайымыз қабағын шытып, көзілдірік астынан сүзіле қарайды. «Сендер мұнда неғып жүрсіңдер?» деді. Біз үндей қойғамыз жоқ. Естімеген адамдай боп біріміз аспанға қарап, біріміз күресін қарды шарығымыздан тұмсығымен тепкілеп, енді біріміз МТС-тан келетін жолға қараған боп тұрмыз. «Балалар, мен сендерден сұрап тұрмын ғой, бұл үйге неге келдіңдер?» деді Әнипа апай даусын сәл көтере қайталай сұрап. Біз бұл жолы да үндей қоймадық. «Мен сырқаттанып жатыр едім. Бұлар менің халімді сұрай кепті», деді үйінен біздің соңымыздан ала шыққан Әжібек осы тұста бізге ара түсіп. Өзі соның арасынша өтірік жөтелгенсіп, ауру адамша бүкшірейе қапты. «Ха-ха!» деп ыңқылдай жөтеліп алды. «Ойбай, белім-ай, сырқаттанып әкетіп барады». Әнипа апай оның ауырып қалдым дегеніне шынымен сенгелі тұр еді. Алайда осының бәріне көзі ұшқын, шаша ойнақши қарап тұрған Мәри шыдай алмай сақылдап күліп жіберді. «Ой, жаның шыққырай, өтірікті соғуын, апай, мұның ауырған түгі де жоқ, сізді алдап тұр», деді Мәри саңқылдай сөйлейтін әдетімен бүкіл ауылға жар салғандай. Жаңа терезеден қарағанымда бұлардың бәрі де темекі тартып отыр екен. «Әй, сен қыз не сөйлеп тұрсың?» деді Әжібек аяғын басып кеткендей шаңқ етіп. «Темекі тартқан мен өзім ғана. Мен оқымаймын, сондықтан не істесем де өзім білем. Ал мыналар жай қасымда отырды. Жоқ, бұлар да бір-бір шылымды бұрқылдата сорып отырды ғой. Бұлар тартқан жоқ, тартты. Сен қыздың, мен желкеңді үзем ғой», деп Әжібек доқ көрсетіп оған тұра ұмтылмақ болған. «Үзіп көр», деп Мәри Әнипа апайды тасалана берді. Одан тілін шығарып мазақтай тұрып, бұл қотырдың әлі қыздарға ғана жетеді, деді. «Ой, битбас», деді Әжібек бұрынғысынан да ыза болып. «Қотыр». «Жә, тоқтатыңдар», деді Әнипа апай екеуіне де зеки сөйлеп. Онан соң сүмірейіп тұрған біздерге қарады. «Бүгіннен соң мектептен шығысымен үйлеріңе қайтатын болыңдар. Оқу программасынан онсыз да кейіндеп қалдыңдар. Соны қуып жетуіміз керек. Ол үшін ешқайда бұрылмай үйге қайтып сабақтарыңды оқыңдар. Бұларды мен шақырмаймын, өздері келеді», деді Әжібек. «Сен еркексің ғой, бұларға жаман қылықтарыңды үйретпе». «Немене, мен сонда осыларға жаман болыңдар деймекем?» «Бәрінен де адам болыңдар деймін ылғи. Ал жаман қылықтарды өздерінің үйренгілері кеп үздігіп тұрса мен қайтейін? Үйренбе де». «Өйтіп айта алмаймын. Мендегі бар жаман қылықтар бұларда да болсын. Мен қор боп жүрген жоқпын ғой, бұлар да қор болмайды. Сен өзің үлкенмен салғыласып, бетіңмен өсіп келе жатқан бала екенсің», деді Әнипа апай кейі сөйлеп. «Мен емес салғыласып тұрған өзіңіз ғой. Пожалуйста, жолыңызда не жүре беріңіз», деді Әжібек те ызаланып. «Ал мен қай бетіммен өссем, мыналар да сол бетпен өседі». «Сен өзің не оқымайсың, оқуды қайтем?» «Қайткені қалай? Келешегіңді адам болыңды ойламайсың ба?» «Мен оқымай-ақ та болам». Мұнан әрі шыдамы таусылған Әнипа апай: «Жүріңдер балалар,
деп бізді соңынан ертіп мектепке қарай жүрді. Әжібек тісінің арасынан сыздықтата түкіріп қойып сыңар езулей күліп қала берді. Былайырақ шыққан соң Әнип апай сәл кідірістеп біздерден сендер тауға шығып отын шаптыңдар ма? деп сұраған. Біз бірауыздан шапқанымызды және оны қол шаналарымызбен тасып сүйретіп Ырысбектің қорасына жинап қойғанымызды айттық. Демек ол отын өздеріңдікі ғой, деді Әнип апай анықтай түсіп. Өзіміздікі, өзіміз шаптық, өзіміз тасып әкелдік. Ендеше балалар, сол отынды қазір мектепке тасып алайық. Үй иесі әскерге кетіпті, иесіз қалған қорадан тағы біреу тасып әкетуі мүмкін. Онан да өзіміз аз күн болса да классымызды жылтып сабақ оқиық. Бұл ақыл бізге бірден қона кетті. Шынында да өзіміз шапқан тобылғымызды мектепке тасып ап, өзіміз жарып, өзіміз жылынып отырсақ, оның несі айып? Оқушы балалар лездің арасында құмырсқадай қаптап кеп, Ырысбектің қорасындағы әнеугүні ғана өзіміз жинап қойған тобылғыны біріміз шанаға сап сүйретіп, біріміз арқалап мектепке таси бастадық. Тас қойма жақтан шауып келген байдалы шал: «Ей, бұларың не? Әскерге кеткен адамның отын тасып алды деген не сұмдық?» деп ақыр айқайлап қамшы үйірген. Біз шу ете түсіп тымтырақай қаштық. «Ей, мұғалім қыз, мұның қалай?» деп енді ол Әнип апайға тап берген. «Ақсақал, сіз мектептің отын дәл осылай қорғауыңыз керек еді», деді апай қатқыл үнмен. «Ал мына отынды балалардың өздері шапқан. Мектепте отын болмағандықтан алуға мәжбүр болып отырмыз». Апайымыздың мына сөзі бізге медеу болып жан-жақтан: «Бұл өзіміздің отынымыз, өзіміз шапқанбыз», деп шулап кеттік. Біздің шуымызға ауыл адамдары шығып, олар да отынды өзіміздің шапқанымызды растап, ара түсіп мектепке отын түсіріп беріп, жәрдемдесудің орнына байдалының мына қылығының ерсі екенін айтып, ауыл арасы біразға дейін уылған-шулыған болды. Сөйтіп жүріп, Ырысбектің қорасындағы өзіміз шапқан тобылғыны тегіс мектепке тасып алдық. Ертеден бері күйелеш боп сабан жағып, класты жылыта алмай итәуре болған Дәметкен апай пешке тобылғыны толтыра тыққан. Қызыл тобылғы дүрілдеп ала жөнелді. Біраздан кейін пештің шойын қақпағы қып-қызыл боп қызарып, қабырға пеш қызып, кластың іші жыли бастады. Түстен кейін оқитын балалар ертеңгісінгі біз құсап дірдектемей сабақтары расписание бойынша өткен еді. Үйге қайтып келе жатқанымызда жолда есігінің алдында Әжібек тұр екен. Түрі өрт сөндіргендей қап-қара боп түнеріп қатулы еді. Әрине, Ырысбектің қорасындағы тобылғыны мектепке тасып алғанымыз үшін ол бізге ызалы. Дәл қазір қолына жалғыз жарым түскенімізді итше тепкілеп аямайтын анық. Сондықтан біз оның үйінің қасынан жұбымызды жазбай топтасып өттік. Ол біздерге қарап, жұдырығын түйіп, «Сатқындар», деп кіжінеді. Осылайша 2-3 күнге дейін мектепке топтасып барып, топтасып қайтып жүрдік. Ойынды да үйлеріміздің төңірегінде ойнаймыз. Әжібектен қол үзіп алғанымызға өкінеміз де, бірақ оның алдына баруға және де батылымыз бармайды. Сабап тастайды деп қорқамыз. 3-ші күні сабақ арасындағы үзіліс кезінде мектеп алдына Әжібектің өзі келді. Қапелімде не істерімізді білмей, абдырап сасып қалған біздерге ыржия қарап: «Әй көкмилар, мен сендерді кешірдім. Ойлап қарасам сендердікі дұрыс екен», деді тісінің арасынан сыздықтата түкіріп қойып. «Оқу үшін ағайынмен де ренжісуге тура келеді. Ал сендер болсаңдар отынды оқу үшін алдыңдар ғой». Әжібектің өзінің іздеп кеп татуласқанына біз де қатты қуандық. Оны ортамызға ала тұрып өтіп жатқан сабақтарымызды естіген білген жаңалықтарымызды айтып, көңілін кірбіңін жазғандай боп қалдық. Қоңырау қағылып, біз келесі сабаққа кірерде ол: «Сендерсіз көңілсіз екен. Сабақтан босаған кездеріңде үйге келсеңдерші», деп шақырды. Енді біз сабақтан кейін қолымыз босай қалса, бұрынғы әдетімізше Әжібектің үйін төңіректеп, соның бастауымен ойнайтын дағдылы ойындарымызды қайта ойнай бастадық. Біртіндеп ол бізге әмірін жүргізуді қайта бастады. Бірде оның үйінде 5-6 бала тығылып ап, темекі тарттық. Бір-бір шылымды тартып болғанша түтінді ішке қалай да жұтуды, одан оны бұрқылдатып қостанаудан қалай шығаруды бір-бірімізге көрсетіп қызыққа батып отырдық. Кейбіреуіміз әжептәуір үйреніп те қалған екенбіз. Түтінді қостанаулап Әжібектің өзінен қалыспай бұрқыратып шығарамыз. Онымызға Әжібек мәз-мейрам боп қуанады. «Ой, маладес, міне нағыз шылымшы», деп қолпаштай мақтап, бір шылымды тауысқанша бір-бірімізге өнерімізді толық көрсетіп, үлгере алмай қалғандай да болдық. «Мен шылым тартуды үйрендім.
қалай тартқанымды Әжібектің өзі көрді ғой, шіркін тағы бір шылым болса, десіп даурыға бастадық. Бір шылымдық темекі бергеннен кейін қабының аузын мықтап байлап қоятын Әжібек біздің мына сөздерімізден кейін шыдай алмай кетті-ау дейм. Әй, сендерден аяғанымды ит жесінші, деп қабының аузын қайталап шешті. Сендер темекі орай алмайсыңдар, жартысын рәсуа қып шашып аласыңдар. Сондықтан давай, қағазды әуелі ішкі сирақ етіп дайындап орап алыңдар. Біз енді Әжібектің өзі көрсеткендей етіп қағазды ешкі сирақ етіп орап алдық. Бұлай орау оңай екен. Сол ешкі сирақты толтыра темекі салынды. Ал кеп түтінді бұрқырата сорып жарыса тарттық. Алғашқы күндердегідей емес, темекінің түтіні кеңсірігімізді онша ашытпайды. Қақалып шашалмаймыз да. Сорып ап ішімізге жұтамыз да, онан соң бұрқыратып танауымыздан шығарамыз. Бір рақат шылымды сөйтіп тартып отырғанда өзімізді есейген дардай адам сезінеміз. Үлкен жігіт болғанымыздың белгісі-ау дегендей әрқайсымыз қоқиланып қоямыз. Міне, ешкі сирақты да тартып бітірдік. Қызды боп отырған Әжібек өзі бастап, тағы да бір ешкі сирақты орап алдық. Тағы да темекі тартудың өнерін кезектесе көрсетіп бұрқылдатып кеттік. Екінші ешкі сирақ бітуге таяған кезде көз алдым отырған балалар, бүкіл үйдің іші айнала бастағандай болды. Екі құлағым шуылдап, балалардың сөзі алыстан күңгірлеп естілді. Ұйқым келген сияқты, қалғи бастаған сияқты болам, жантайып жатқым келеді. Алыстан талып естілген күңгір сөз, дауыл жел соққан толассыз бір шуыл, Мұнан әрі ұйықтап кеткен болуым керек, ештеңені білмеймін. Көзімді ашқанымда үйде жатыр екем. Әжем басымды көтеріп тостағанмен бірдеңе ұрттатып отыр. Дәмін біле алмаймын. Әйтеуір салқын сусын екенін сезем. Кеңірдегім сарайым ашылып сала берді. Қандай жақсы сусын еді. Әжемнің ерні жыбыр-жыбыр еткені болмаса үнсіз отырған сияқты еді. Жаңағы салқын сусыннан кейін біртіндеп оның сөйлеп отырғаны құлағыма жетті. Құлыным, қозым, тағы да жұтшы, дейтін сияқты. Тағы да жұтайын десем, әлгіндегі көкірек сарайымды ашқан рахат сусын лездің арасында жүрегімді айнытып, астан-кестен ете бастаған. Лоқсытып кейін қарай теуіп жатыр. Аузыма ыстық іртік боп қайта құйылып сыртқа атылды. Осылайша неше күн қиналғаным есімде жоқ. Басымды көтеріп бетім бері қараған кезде үйге Әнип апай келіп отыр екен. Алақанымен менің маңдайымды ұстап көрді де, әлі де ыстығы бар екен, деді әжеме қарап. Сүт бере беріңіз. Әбден уланып қалған. Басқа балалар қалай екен, деп сұраған әжем. Олардың да халдері ауыр. Екеуі мына қанат құсап көздерін бүгін ашты. Екеуі әлі талықсып жатыр. Әлгі Әжібекше, мыналарға қарағанда ересек емес пе? Ол басын кеше көтерді. Батырың енді қайтып темекіге қарамастай болған сияқты. Япыр-ай десеңші, бәрін бастап жүрген сол ғой. Өзі де оңбай уланыпты, деп Әнип апай кетуге ыңғайланды. Ал әже, қорықпаңыз, балаңыз бірер күнде тұрып кетеді. Тек әбден айығып тәуір болмайынша мектепке жібермеңіз. Жарайды қарағым, деді әжем оны шығарып бара жатып. Сөйтіп, Әжібекке ілесеміз деп темекіге уланып ауырып, бір аптадай оқудан қалдық. Оның есесіне сол темекіден уланған балалар содан қайтып еш уақыт аузымызға темек алмайтын болдық. Бұл өмірдің өзі оқытқан ащы сабағының бірі еді. Боран. Нәзир әпкемнің станцияға астық тартып кеткеніне бір аптадан асты. Күзде күн жылы, жер қарала, астық тартқандар өгіз арбамен станциядан 4 күнде оралатын, ал қазір қыс кезінде өгіз шанамен 6-7 күн жүріп әзер оралады. Кешеден бері боран соғып тұр. Біздің жақтың бораны белгілі ғой, бір соқса 4 күнсіз яки апта бойы басылмайды. Қора іргесіне кеп жер тырмалаған аш қасқырдай ұлып тұрып алады. Мұндай күндері үйдің іші қоңырқай күңгір тартып кетеді. Көңілсіз ақ. Қай мезгіл болған айырудан қаламыз. Терезеден жарық түскенде таңның атқанын, қараңғылық түскенде батқанын білеміз. Екі терезенің бірін жел жақ беттегісін әжем ескі көрпемен қымтап бітеп тастаған, ал қалған жалғыз қабат терезенің әйнегіне қалыңдығы бірелі қырау тұрады. Кішкентай балалар көзді ала бере тырналап соның қарын жейді. Онан соң жақ жүндері үрпейісіп дірдектеп күрк-күрк жөтеледі. Бір жақсысы сабан көп. Ертеден кешке дейін пеш алдына қыздырына отырып от жаққаннан болу керек,
Абырой болғанда балалардың ешқайсысы ауырмайды. От жаға отырып сабан арасынан шала бастырылған масақтарды тереміз. Әжеміз ұзақ түгінге жүн түтіп әскерге жіберілетін қолғаптық шұлықтық жібереді. Сырттан естілген әрбір тықырға елегізіп, әлгі сорлы қай жерде жүр екен, дейді жолда жүрген Нәзира әпкемнің жайын ойлап. Тірі ме екен, әлде мына боранда бір жерде ұшып өліп қалмады ма? Алла! Әжемнің бұл қайғысы біздің санамызға онша кіре қоймайды. Өйткені далада жүрген, әсіресе станцияға астықтарда кеткен адам біздіңше дін-аман жүруі тиіс сияқты. Ол үшін қайғыру бекершілік. Біз үшін үйдегі көз алдымыздағы жағдай ғана көңілге қонады. Мысалы, Нәзира әпкем кетерінде бізге азық етуге бір аптаға жетерлік етіп бидай қалдырып кеткен. Содан күнде ертеңгілік әрқайсымызға екі қос уыс, менің қос уысыммен мөлшерінде бидай өлшеп аламыз да соны қуырып қол диірменге тартып бір күнге азық етеміз. Әрине, қарнымыз шала құрсақ қана тояды, бірақ соған үйреніп алғанбыз, қанағат қыламыз. Бір күнге әлгі мөлшерден көп қуыруға әсте болмайды. Өйткені артық қуырылған бидай болса жеп қоюымыз мүмкін. Сөйтіп бір аптаға бөлінген азығымызды тез бітіріп алсақ, Нәзира әпкем қайтып оралғанша ашығып қалуымыз мүмкін. Сондықтан Нәзира әпкем кетерінде маған тапсырып кеткен. Мына кішкентайлар жыласа, әжем шыдай алмай жегізіп қою мүмкін. Сенің ақылың бар ғой, Қанатай, бидайды үнемдеп күнделікті жейтіндей етіп қана қуыратын болыңдар. Азықтарыңды тез тауысып алып, ашығып қап жүрмеңдер, деген. Әпкемнің сол тапсырмасын мүлтіксіз орындауға тырысам. Қырсық болғанда 2-3 күннен бері әжем ауырып қалды. Осыдан 10 шақты күн бұрын станцияға жөнелтілетін астықты тазаласамыз деп, ауылдың кемпірлері тас қоймада ертеден кешке дейін бидай ұшыруға көмектескен. Әжем сол кемпірлердің ең ортасында айрықша пысықсынып кетіп еді. Сонда суық тисе керек. Кеше ыңқылдай жүрсе де бидайды өзі қуырып беріп еді. Бүгін ертеден бері басын көтере алмай жатыр. Денесі лапылдап жанып, ыстығы көтеріліп қатты ыңқылдайды. Ертеңгісін мен қайнатып берген ақ су шайды да іше алмады. Бәлкім кішкене оранып жатып терлесем тұрып кетермін, деп тарс бүркеніп, үйдегі қалың көрпелерді сыртынан қымтап жапқызған. Терлеп жатыр. Түс боп қалды. Бірақ әзірге әжем тұра алатын емес. Кішкене балалар не істерлерін білмей, біресе пештің алдына үймелей отырып от жағады. Масақ теріп, біресе терезенің алдына барып әйнекте тұрған қалың қырауды тырмалап, сыртқа сығалап, сең соққандай күйде. Әжем өліп қалмай ма? Дейді Жанар көзі жасаурап. Қой, жаман сөз айтпа, деп Болат оған жекіп тастайды. Шынында да әжем өліп қалмай ма? Деген ой келгенде менің де зәре-құтым ұшады. Бірде Нұрсұлудың шешесіне оның жылым мешін, сонда биыл мүшел жастамын, 70-тің үшеуіндемін, қатер жастамын, деп айтқанын естігем. Демек, өзі қауіптенсе өліп қалуы да мүмкін ғой. Онда бізде тегіс қырылып қаламыз ғой. Бұл ойымды онан әрі өрбітуге дәтім шыдамайды. Дереу басқа бір деңгейлерді ойлағым келеді. Әдетте күн ашықта мектепте сабақта болып үзіліс кезінде балалармен алыс-жұлыс ойнап жүріп, ештеңені ойлауға да, жабығып мұңаюға да мұршаң болмайды. Ал мынадай боранды күндері ертеден кешке дейін үйде қамалып отырғаннан өткен қасірет жоқ шығар. Мұндай күндері мектепте сабақ болмайды. Әмин апай, боранды күні мектепке келмеңдер, сабақ болмайды, деген алғашқы күн-ақ. Міне, 2 күн болды қамалып үйде отырғаныма. Тыстан деп ұлыған боран үні естіледі. Сыртқы есікті жұлғылап, сарт-сүрт еткізіп қағып қояды. Осындай күндері ішқұсаланып, не істерімді білмей, жабығып, боранға қосыла ұлып жылағым келеді. Көкемді есіме алам. Әскерге кетерінде оны шығарып салып тұрып, әжем де, апам да, Нәзира әпкем де жылап еді. Тек мен ғана жыламап едім. Сөйтсем, жылаудың не екенін білмеген екем ғой. Оның соғыстан қайтпайтынын да түсінбеппін. Енді міне, сонда жыламағаныма өкінем. Бәлкім, мен де жылағанымда көз жасымды көріп оқ қашпас еді. Апамды есіме алам. Ауылда жүріп-ақ ауырмай сырқамай, қапыда ұры-қары біреулердің қолынан қаза тапқаны өкінішті-ақ. Әттең, қасында көкем болса ғой, сонда кім қолын көтерер еді оған? Шіркін апам. Осы күні әркімнен көрген жәбір-жапамды айтып, шағынып жылағым келеді. Апа.
Көзіме кептелген ыстық жасты ешкімге білдірмей ысырып тастап, енді көңілімді басқа жаққа аударғым келеді. Жә, қайғыра бергеннен түгенбейді, деп қоям, әжемнің сөзін қайталап. Белді бекем болып бәріне де шыдау керек, тіршілік ету керек. Иә, тіршілік ету керек. Сабағымды оқиын одан да. Үйге берілген тапсырмаларды тағы бір қайталап шығайын. Оқу құралдарымыз жоқ болғандықтан Әнип апай үйге берілген тапсырмаларды тегіс класс тақтасына жазатында біз көшіріп алатынбыз. Енді сол тапсырмалар жазылған ескі кітап, газет, журналдар қиындыларын, дәптер деген бізде атымен болмайтында сабағымызды ескі кітап, газет, журналдардың беттеріне жазатынбыз. Қолыма алып қайталай бастағаным сол еді. Пеш алдында отырған Болат пен Жанар үшеуі ойындарын қоя сала елеңдесіп құлақтарын менің күбірлеп оқыған кітабыма тоса қапты. Ыза боп кеттім. Неменеге елеңдей қалдыңдар, отырыңдар жайларыңа, дедім ашуланып. Біз жайша әлгі нетіп, деді Болат міңгірлеп. Біз жайша, деді Жанат та оның сөзін қайталап. Біз жайша, дейді Жанар да. Қалай күйіп піспейсің? Өзің көңілің құлазып, не істеріңді білмей, бір ауық сабағыңды алданып етейін десең, оны да мына кішкентайлар қитығыңа тиіп оқытпайды. Үйге берілген тапсырмаларды ертеден кешке дейін бір күн емес, бірнеше күн қайта-қайта оқи берген соң, өзім ғана емес, інілерім мен қарындасым да жаттап алған еді. Құлақтарына сіңгені сонша ойын үстінде бір-біріне төрт жердегі төртім қанша, немесе зат есім дегеніміз не, деп сұрақ қойып, оған өздері жарыса жауап беріп жатады. Олардың мұнысы маған мені мазақтағандай әсер етеді. Енді қалай менің әлдеқандай боп қоқиланып, өзімше инемен құдық қазғандай білімді үлкен қиналыспен тер төгіп оқып жүрмін дегенімді қайтейін. Мына үшеуі пештің алдында ойнап отырып-ақ оп-оңай қағып жаттап ала қояды. Мен үшін сабақ оқу, ал бұлар үшін жай ойын. Соған мен өлердей намыстанам, ыза болам. Қазірде үшеуі мен қай сабақты қайталар екен дегендей маған елеңдеп қарай қапты. Отырыңдар жайларыңа, дедім зеки қайталап. Үшеуі тым-тырыс пеш алдындағы сабанға отыра кетті. Мен күбірлеп сабағымды қайталауға кірістім. Шіркін, оқулықтарым болса ғой, осындай боранды күндері бастан аяқ оқып жаттай беререм. Сонда мына кішкентайлар ілесе жаттамақ түгілі бір сөзімді ұғудан да қалар еді. Әйтпесе ғой, немене, бір жаттап алғаныңды қайталай бергенде де мезғып жібереді екен. Қанатай, күнім, деді осы кезде тас бүркеніп жатқан әжем даусы әзер шығып. Менің жағдайым болатын емес, мына кішкентайлардың қарнын ашырып алма қарғам, сенің есің бар ғой, тіршілік жаса. Мақұл әже. Дереу төсектің астындағы ала дорбаны алып шықтым. Қазандағы қайнап тұрған суды шәугімге құйып алып, ішін тазарттым да Болатқа от жаққыздым. Онан соң әжемше бісміллә деп қос уыстап бидайдан қызып тұрған қазанға сала бастадым. Артық та емес, кем де емес, дәл мөлшерлеп әрқайсымызға 2 қос уыс өлшеп салғам. Жарты қазандай болды. Қызып тұрған қазанға түскен бидай сәлден кейін тамшылай бастаған ақ жауындай ақырындап сытырлай бастады. Оны араластырып тұру керектігі есіме түсіп дереу кәкпірді іздегем. Кәне, табалсам қазандықтың мойнында да, ыдыс-аяқтар тұратын шкафта да кәкпір жоқ. Бидайдың сытыры көбейіп баса барады. Сасқанымнан дәу ағаш ожауды жұлып ап сонымен араластыруыма тура келді. Сабы добалдай жуан ожау қазандағы бидайды араластыруға мұндай қолайсыз болар ма? Жайлап араластырайын десем, бидайға батпайды да, ал күш салып қаттырақ бұлғасам, бидай қазанның ернеуінен шашыла бастайды. Бидай қуырудың мұндай қиын екенін кім білген? Қазанның ыстық табы бетімді шарпып, ожау ұстаған қолымды күйдіре жаздайды. Сондықтан ожауды 2 қолыма кезек-кезек алмастырып, ұстап араластырам. От жағып отырған Болат, бидайды төкпесеңші, деп безектейді. Төкпей араластырайын десем, ожауды солақай қолмен ұстау тіптен икемсіз. Қолымның күші жетпейді, ал қазанның түбі күйіп барады. Енді бір сәт піскен болу керек. Бидайдың сілекейі шұбыртқан тәтті иісі бұрқырап кетті. Қазаннан көз алмай телбіре қарап тұрған Жанат пен Жанарға «Тез тегешті әкеліңдер!» деп бұйырдым. «Тегеш қайда?» деді сасып қалған Жанат. «Мен қайдан білейін, іздеп тап, бол тез, бидай күйіп кетеді енді». Күні бұрын бәрін дайындап қоймағандықтан бір-бірімізбен қақтығыса соқтығыса қай ыдыстың қайда екенін білмей үйдің ішін зыр жүгіре айналып жүріп тегешті тапқанымызша қазанның қайнаған судан көтерілетін бу тәрізді бұрқырап
ыстық жалын шыға бастады. Жалма-жан асып-сасып әлгі добалдай ожаумен қуырылған бидайды түсіргенімше біразы шашылып, ал соңғы жағы қап-қара боп күйіп, кішкентай қара қоңыздар ұқсап кетті. «Әй, Қанатай, балам, бидайың күйіп кетті ғой», деді тарс бүркеніп жатқан әжем де шыдай алмай басын көтеріп. «Ештеңе етпейді, онша көп күйген жоқ», деп қойдым. «Қазаның жарылып кетпесін, ақырындап су құйып қой». «Жарайды». Шар еткізіп қазанға су құйып қойдым. Енді байқадым, үйдің іші көк түтінденіп, күйік сасып кетіпті. Сәл есікті ашып алуға тура келді. «Анау күйген бидайлардың бәрін мен жеп қоям», деді Жанат сілекейін жұтынып. «Мен жеймін», деп Жанар таласа түсті. «Тиіш тұрыңдар, бәріміз бірге жейміз», деді Болат үлкендігін білдіріп, онан соң маған қарап, «Сөйтеміз ғой, Қанат», деген. Қуырылған бидайдың үстіңгі жағындағы қап-қара қоңыз боп кеткен бір тостағандай бидайды қайтерімді білмей тұрғам. Кішкене балалардың мына сөздерінен кейін тегеш ішіне тегіс араластырып жібердім. «Я, бәріміз бірге жейміз», дедім. Осы сәт әжем басын қайта көтеріп, «Әй, балам, бидайыңды күйдіріп алдың-ау, ә?» деді ыңқылдай сөйлеп. «Аздап қана күйді. Әже, біз ол күйгендерін де жеп қоямыз», деген Жанат айқайлап сөйлеп. «Жемеңдер, іштеріңді ауыртады», деді әжем даусын қатайтып. «Күйген бидайдан тазартып барып тартыңдар дерменге». «Мақұл, әже». Енді тегештегі ыстық бидайды үстел үстіне төгіп, төртеуміз төрт жағынан отыра қалдық та, әлгіндегі өзім араластырған қара қоңыз күйіктерді бір-бірлеп бөліп теруге кірістік. Сілекейіміз шұбыра отырып, аузымызға бір дән салмастан бар ынтамызбен тазалап отырмыз. «Жанар, жеме күйген бидайды», дейді бір кез Болат. «Мен жегем жоқ. Кәне, аузыңды ашшы». «Міне, көр, әне, тілің мен тістерің қап-қара боп, көмір боп тұр ғой». «Мен жегем жоқ. Бір күйік бидайдың өзі аузыма түсіп кетті», деп ақталды Жанар. «Жемеңдер, іштерің ауырады. Қазір тазартып болған соң дерменге тартып, талқан етіп, сүтке шылап жейміз», деймін мен үлкендігімді білдіріп. Ал өзім іштей осы күйік бидайды жегеннен менің ішім ауырмас еді, деп тамсанып қоям. Тазартып тас дерменге тартқаннан кейінгі талқанымыздың түрі қымдауыт жердің күлгін топырағындай болды. Бір кесе ыстық суға жарты кесе сүт қосып шыланғаннан кейін дәмі тіл үйіргендей тәп-тәтті боп шыға келді. Әжемді тұрғызып үстел басына шайға отырғызғамыз, көзі кіртиіп шылаған талқанымыздың түріне үңіле қарады да, «Баламай, қатты күйдіріп апсың-ау», деді. «Күйсе де тәтті», деп Жанар талқанды асай түсіп шаң жутар емес. «Тәтті болса жеңдер онға, жұтқан жұтамас», деп қойды әжем. Өзі аздап сүт қатып отырып, тұз салып ақ сүт шайды ішуге кірісті. Бүйтіп шай ішкені әжемнің тәуір болайын дегені. Сәлден кейін маңдайы тершіп, құрыстары тарағандай реңі кірейін деді. Аузына басқа нәр салмастан бір шәугім ыстық сумен қалған жарты кесе сүтті терлеп тепшіріп отырып тауысқанша әжем де тыңайып тәуірленіп қалған сияқты болды. Біз әжеміздің сыбағасында өзіміз жеп, ар жағымызға ел қонып қонақтай қалғанбыз. Кенет Жанар әжеме қарай жалт бұрылып, оның айғыз-айғыз тер аққан жүзінен кішкентай алақанымен еркелей сипады да, «Әже, енді тәуір болдың ба, өлмейсің бе?» деді. Әжем күліп жіберді және рақаттанып ұзақ күлді. «Өлмеймін», деді Жанардың кекіл шашынан иіскеп қойып. «Сендерді жеткізбей неге өлейін? Өлмеймін». «Ура, әжем өлмейді», деп қарны тойған Жанат үстел үстінде шалқасынан жатқан күйде аяғын тыпырлатты. Өстіп көңіліміздің кем-кетігі жазылғандай боп, қуанышты бір шақта отырғанымызда ауыз үйге аяғын дүрс-дүрс қағып біреу кірді. Болат ұшып тұрып есік ашқан, Зибаш екен. Стансаға Нәзира әпкемен бірге астық тарта кеткен. «Әже, Нәзираның өгіздері болдырып жолда қалды, Жарбұлақтың тұсында», деді. Өзінің өне бойы сірескен қар сықырлап тұр. Иегіне иегі тимей сақылдап сөйлеуге аузы әзер келіп тұр. Әбден тоңған. «Не дейді? Жалғыз қалды ма?» деді жан даусы шыққан әжем. «Қасында Манар бар. Біз алдыңғы екі шана ауылға хабар берейік деп озып кеттік те, олар екі шана кейіндеп қалды». «Ойбай, өлді десеңші онда мына боранда, ойбай», деп әжем ойбайлап жөнелді. «Құдай-ау, ендігі көп көргенің сол ма еді? Неден жазып едім саған сонша сормаңдай ететіндей? Қанат-ау, не ғып тұрсың, ойбай, жүгірсеңші Байдалыға»,
деп кеп есім шығып сілейіп тұрған мені жұлқылады. Зибаш кетуге ыңғайланған, үстіме ілінгенді кие сап оған ілесе мен де сыртқа шықтым. Сен Байдалының үйіне бар, деді Зибаш дірдектеген өгіздерін бас жібінен жетелей тұрып. Қора жақта жүрсе мен өзім айтам ғой. Дала әлем тапырақ боп боран өршелене соғып тұр. Бұ не қылған таусылмайтын қар, бұ не деген басылмайтын боран, сірә аспанның түбі түсіп кеткен шығар. Ұйтқыған қар лезде қойны қонышымызды кеулеп дірдектетіп жіберді. Байдалы шалдың үйіне қарай қалың қарды кешіп сүріне қабына жүгіре жөнелдім. Оппа қарға малтығып 2-3 рет оңқа-шоңқа құлап далдым. Байдалы шал үйінде жоқ екен. Көлбай керең екеуі кешеден бері мал жақта жүрген көрінеді. Үйге қайтып оралғам. Әжем сол әлгіндегі құдайға біресе налып, біресе жалбарынып, зар еңіреген күйінде байыз таба алмай жүр екен. Оған қосылып, кішкене балалар да тұс-тұстан ұлардай шулап жылап тұр. Осының бәрін көріп үйде отыру мүмкін емес еді. Менен өзге бас көтере Нәзира әпкемді іздеп шығар ешкімнің жоғы белгілі. Өгіздерді болдырып, жолда қалғанын ести отырып, біліп отырып, еш әрекетсіз қол қусырып қалай ғана отыра алам. Алдынан шығуым керек, іздеуім керек. Мен Жарбұлаққа баратынымды айтқам. Мына боранда сені қалай жалғыз жіберем, деп әжем онан әрмен ойбай салды. Менің дегенімнен қайтпасымды көріп, енді өзі де киіне бастады. Өзің ауырып тұрсың, қазір суыққа шықсаң мүлдем жатып қаласың ғой, деген менің сөзімді тыңдағанда жоқ. Сен екеуіңнің жолыңда мен өліп, неге құрбандарың болмаймын, деп бой бермеді. Жылай жүріп өзі де киінді. Мені де жылылап киіндірді. Қолымызға бір-бір таяқ алып Нәзира әпкемді іздеуге шықтық. 2 шақырымдағы Жарбұлаққа мынадай ат құлағы көрінбейтін боранда барамыз деп жүрген әжем екеуміздікі құр далбасада. Есіктен аттап шыға бере-ақ қалай жүрерімізді білмей бір-бірімізді тартқылай бастадық. Боран оң жақ шекемізден қиғаштай соғып алға аттатар емес. Кейін қарай итеріп тастайды. Екеумізді қауқар көретін түрі жоқ. Қаңбақша үйрет. Әже! Деп айқайлаған дауыс шыққандай болды соңымыздан. Сөйткенше болған жоқ. Салт атты біреу ентелеп қуып жетті. Бектай есепші екен. Астында Нұғыман бастықтың атақты күрең төбел аты. Иығына мылтық асынып, қанжығасына жем салған қоржын теңдеп апты. Жарбұлаққа бара жатқаны айтпаса да белгілі боп тұр. Сірә бар жайды Зибаштан естіп шыққан болу керек. Қане, қайтыңыздар, Нәзираға мен барып алып келем, деді айқайлап. Қарағым, өркенің өссін, деді кемсеңдеген әжем лездің арасында бет-аузын қар тұта бастаған еді. Демігіп әзер сөйледі. Осы сәтте Бектайға менің көңілімде елжіреп сала берді. Ағатай-ай, деп үзеңгісіне оралып ағыл-тегіл жылап жіберуге шақ қалдым. Мен бірге барайын, мінгестіре кетші, дедім жалынып. Жолың болғыр, Бектай сөзге келген жоқ, артына мінгестіріп алды. Әже, адасып кетпей үйге қайт. Қайтам, жолдарың болсын. Нұғманның өзімен ауданнан келген өкілдерден өзге ешкім мінбейтін ылғи жем жеп тоқ жарау тұратын күрең төбел құтырынып тұр екен. Жануар мына боран ойына кіріп шығар емес. Осқырынып қойып қалың қарды қақ жарып омыраулай жөнелді. Бектай еңкейіп аттың жалына жабысып алды да мен оның белінен мықтап құшақтап алдым. Жолшылат әлгіндегі Зибаштардың шаналарының боран бүркеп тастаған ізінің сілеміне түсіп тартып келеді. Қары жұқалау тұстарда желе жорта қалың қарға түсіп жеткенде орғып ытқақтайды. Сондайда мен семізаттың тақтайдай сауырынан домалап түсіп қала жаздаймын. Қанат, мықтапстан, деп қояды Бектай. Сөйдейді де өзі тебініп қалады. Күрең төбел онан әрмен ытқырына жөнеледі. Жарбұлақ тарам-тарам сайжыралардың тоғысқан тұсындағы табиғаттың өзі апан құсатып ойып тастаған төңірегі биік жарғабақты терең сай. Түбінде бұрқырап қайнап шығып жататын суы мол бұлақ бар. Сайжыраларды кеулеген қалың бүргез, әредік долана ағаштары өседі. Жазда балалар долана жинауға мұнда жиі келетінбіз. Ауылдан шыға сап қара жолдың шаңын бұрғылдата жарысып ойнап қайтып жүретінбіз. Енді міне қыста күрең төбелдің өзімен суыт жүріп келе жатқанымызда жеткізер емес. Тіпті алыстап кеткен сияқты. Әудем жер анық көрінбейтін ақ түтете өр мен ылдиды айырып болмайды. Қай тұста келе жатырмыз? Жарбұлаққа дейін алыс па, жақын ба белгісіз. Кенет күрең төбел осқырынып, оңға қарай оқыс жалт берген. Мен ұшып түсуге шақ қалдым.
Ой, мынаған не көрінді деп Бектай атты қамшымен осып жіберді. Бірақ қанша қамшылап тебінгенмен күреңтөбел осқырынып үркіп алға қарай баспай қойды. Амал жоқ, жолдан шығып омбылай орағыта жүргенбіз. Тек осы кезде ғана «Әй, әнен қара!» деді Бектай шошына. Сол жағымызда анадай жерде бораннан екі құлақтарын жымырып жер бауырлағандай боп екі қасқыр қатарласа өтіп бара жатыр екен. Сөйткенше болған жоқ, күреңтөбел солға қарай жалт берген. Енді оң жақ бүйірімізден үшінші қасқыр көрінді. Жел жақтан тағы бір екеуінің қосарлана ұлығандары естілді. Бірақ өздерін көре алмадық. Ат та біз де дірілдеп кеттік. Қалың оппадан ыршып-ыршып секіріп кеп жолға қайта түскеміз. Мұрнымызға ауыр бір күйіктің иісі келді. Күреңтөбел сол күйік шыққан жаққа қарай ышқына ұмтылып кеп кенет ішін тартып қайыра осқырынып кілт тоқтай қалған. Доғарылған бос шананың алдына кеп тоқтаппыз. «Әне отыр», деді Бектай қуана дауыстап. «Әй, амансыңдар ма?» Бектайдың тасасынан мен алдыңғы жақты көре алмадым. «Аманбыз, аманбыз. Өздерің бізді қалай таптыңдар?» деп қуана жауап қатқан Манардың даусын таныдым. «Ту, келгендерің қандай жақсы болды, не істерімізді білмей отыр едік. Енді мен де көрдім. Екі бос шананың ортасында аппақ қар басқан өгіздер тұр да, өгіздердің ортасында үсті-бастары аппақ қар Нәзира әпкем мен Манар екеуі қорбаңдасып бірдеңені бықсытып жағып отыр екен. Біз қастарына кеп аттан түскенбіз. Алдарында бықсып жанып жатқан қара күйелеш бір нәрсені аударыстырып отырған Нәзира әпкем мені көріп орнынан тұрды. «Қанатай, сенбісің?» Келіп құшақтаған болды. Әбден тоңған екен. Дірдектеп өз қолы өзінің икеміне келер емес. Бектай қоржындағы жемді түсірген. 4 өгіздің 3-еуі дірдектеп түрегеп тұр да, біреуі жатыр екен. Кәдімгі Нәзира әпкем жегіп жүрген көк қасқа үш өгіздің алдына қоржынның бір басындағы жемді төгіп, қоржынның екінші басындағы жемді көк қасқа өгіздің алдына қойдық. «Жей ғой қасқам, жем жеші», деп өзі дірдек қаққан Нәзира әпкем жемнен қосу ұстап алып көк қасқаның аузына тосқан. Байғұс көк қасқа сол аузына тосқан жемді жеуге шамасы зорға келді. Осы кезде әуелі сол жағымыздан, оған қосыла іле-шала оң жағымыздан қасқырлар ұлыған. Бораннан өздері көрінбейді, бірақ ұлығандары тым жақыннан естіліп тұр. Күреңтөбел тіптен тыпыршып кетті. Айнала қасқыр қаптап кеткендей біз де үрейленіп қалдық. Бағана бұлар бізді қоршаған, өзімізде, өгіздерде зәреміз зәртүбізге кетіп жаман қорықтық, деді Манар сөніңкірей бастаған бықсықты қайта аударыстырып. От жағуымызға тура келді. Енді байқадық, бықсытып жағып отырғандары станцияға астық қаптап апарған қаптар екен. Және шананың жақтау ағаштарының бір басын сол бықсыған қаптардың арасына тығып қойыпты. Мына ағаштың басын тұтандырып ап қудым. «Мына жерде жаңа 3-еуін көрдік», деген Бектай. «Сендер 3-еуін ғана көрдіңдер ме? Өздері 5-еу болатын». «Бізді төңіректеп жүргендері ғой, олар со кештің түсуін күтеді», деді Манар. «Жей ғой қасқам, жей ғой», дейді даусы дір-дір еткен Нәзира әпкем көк қасқа өгізін балаша мүсіркеп. Әлгіндегідей емес, тамағынан аздап талшық өткеннен кейін көк қасқа өгізге жан кірейін деді. Сәлден кейін жем жеп дұрыстала бастады. «Қанат, мә, сен Күреңтөбелді мықтап ұстап тұр», деп Бектай боран өтінде тықыршыған аттың шылбырын маған ұстатты да өзі от жағуға кірісті. Шананың жақтау ағаштарын тепкілеп жүріп сындырып, оларды бықсып жатқан қаптардың арасына салып бораннан қалқалай отырып үрлеп, отты кәдімгідей тұтатқан. Қу ағаш лаулап жана бастады. «Қане, екеуің жылынып алыңдар», деді онан соң дірдек қаққан Нәзира әпкем мен Манарға. Өзі тағы да тепкілеп ағаш сындыра бастаған. Дәл осы мезетте ту сыртымыздан бірдеңе оқыс зу еткендей болды да, Күреңтөбел ышқына кісінеп жіберіп, көлденең жатқан көк қасқа өгіздің үстінен бір-ақ қарғып, шылбырын қолыма орай ұстап тұрған мені жұлып әкетті. Көк қасқа өгізден асып барып, мен оңқа-шоңқа құлағам. Күреңтөбел дырылдатып сүйрей жөнелді. Қанша жер сүйреткенін білмемін, бір кез қылшыбыр қолымнан сыпырылып шығып кетті. Қалың қарда аспандай секіріп бара жатқан Күреңтөбелді көріп қалдым. Оның ышқына кісінегені, одан Нәзира әпкемнің шыңғыра айқайлаған даусы жетті құлағыма. Бектай мен Манардың қосарлана аттандағандарын және естідім. Гүрсетіп мылтық атылды. Біреу кеп жерден жұлқып көтеріп алған Бектай екен. «Жүр, жүр отқа қарай», деп дедектетіп жетелей жөнелді.
Екі шананың ортасына отты қасына жеткенімізде еш жерің ауырған жоқ па, амансың ба деген әпкем үрейленіп, аманмын. Осының бәрі қас-қағым сәтте болған еді. Мен тіпті қорқып та үлгере алдым ба, білмеймін, әйтеуір сақылдап күлгенім есімде. Әлгі қасқырлар қайда деппін. Күрең төбелді қуып кетті, деді Манар. Жануар аман құтылып кетсе жақсы болды, деді Бектай қайғыра тұрып. Ал өгіздер әлденген шығар, жүрелік. Өгіздер шынында да әлденіп қапты. Көк қасқа өгіз де орнынан сүйретіле тұрды. Шаналарды тастап, 4 өгізді ортаға алып, Нәзира әпкем мен Манар алға түсіп жетелеп, біз Бектай екеуміз соңдарынан айдап, ауыл тұсы осы тұстау деген бағытпен жүріп кеттік. Бектай мылтығын оң иығына асып, сол иығына бықсыған қаптар мен тұтанған ағаштарды орап, басына ілген ұзын таяқты салып алған. Қасқырға қарсы бірден-бір амалымыз. Бір жақсысы, боран соңымыздан өгіздерде өзімізде итере қуғандай боп келеміз. Апырай, күрең төбел не болды екен, деп қояды Бектай. Боранның гуілі ме, әлде қасқырдың ұлығаны ма, үрейлі бір дыбыстар естілді. У дейді. Қорқып Бектайға тығыла түсем. Түтектене соққан боран, қарауыта бастаған төңірек өгіздерді де біздерді де жұтып қоярдай. Біз ауылға жеткенде дала қараңғы тартып кеш түскен еді. Бектай мен Манар әрі қарай кетті де, біз әпкем екеуміз 2 өгізді жетелеп үйге қарай бұрылдық. Әжем мен балалар майшамды сығырайтып қойып, бізді елегізе күтіп отыр екен. Үсті басымыз қар-қар боп сіресіп үйге кіріп келгенімізде әжем «Жетін ан» деді. Әжем екеуміз әуелі екі жақтап жүріп, Нәзира әпкемнің үстіндегі етегіне дейін делдейіп ақмыз боп қатып қалған сары тонын шештік. Нәзира әпкем мошақ алдына отқа қолын созып сылқ етіп отыра кетті. «Қар әкел, қар!» деді әжем дегбір қашып. Мен бос шелектің бірін ала сап, есік көзінен толтырып іліп қар алып келдім. Онан соң әжем екеуміз екі жақтап қармен Нәзира әпкемнің аяқ қолын ысқылауға кірістік. Әлгі Бектай іздеп тапты ма? деп сұраған әжем. Әпкем басын изеді. Өркенің өскір-ай, айналайын-ай, өзі неғып үйге кірмей жүр, әлде үйіне кетіп қалды ма? Нәзира әпкем тағы да басын изеді. Енді байқадым, әпкемнің тоңғаны сонша иегі дірілдеп сөйлеуге шамасы келмей тұр екен. Аяғым дей береді. Екі аяғының басын қармен қанша асқыласам да көкпеңбек боп жан кірер емес. Қанатай, деді әлден уақытта даусы жарықшақтана сөйлеген Нәзира әпкем, сен барып сырттағы өгіздерді ешкілердің қасына қораға кіргізіп, алдарына шөп салып келші. Жайшылықта кешкісін қораның есігін ашуға қорқатынмын. Бұл жолы сол қорқыныш атаулыдан мүлде ізде қылмапты. Тастай қараңғы қораның ішіне сипаланып жүріп кіріп, дірдектеген 2 өгізді жылы түкпірге қарай жетелеп, алдарына шөп салдым. Қараңғы қораның ішінде күрт-күрт күйіс қайырған ешкілер мекірене маңырап, менің дыбысымнан шошынғандай, төбе жағымда қопақтап отырған тауықтар қанаттарын сабалап, ақырындап қытқыттап қойды. Ертеңіне шайдан кейін өгіздерді колхоздың қорасына апарып, Көлбайгеренге тапсырдым. Шана қайда? деп сұраған. Үйдің қасында қар басып қалды. Күн ашылған соң шығарып аламыз, дедім құлағына айқайлап. Қораға дейін жел соңымыздан болып, боран 2 өгізді де мені де дедектетіп қуып әкелген. Енді қайтарда боранға қарсы жүрдім. Мұндай зәрлі суық болар ма? Тұла бойымды қалтыратып жіберді. Ышқынып ысқыра соққанда көзді аштырмайтын ақ түтек тұншықтырып жіберердей болады. Қойны-қонышымызды кеулеп, аттаған сайын кері итеріп ұшырып кете жаздайды. Үрлей киіздей ғып тығыздап тастаған қатты қарда бір сүрінсең, қаңбақша домалата жөнелетін сияқты. Күн ашылса, мына қатты қарда әлі сырғанақтың түбін сүретін болармыз, деймін. 3 күннен бері далаға шықпай әбден ішім пысқаны сонша, бірден үйге барғым келмеді. Әжібек не істеп отыр екен, соға кетейінші деп, соның үйіне бұрылғам. Күткенімдей-ақ үйінде бір топ бала уда-шу боп отыр екен. Қақ төрде аласа дөңгелек үстелдің басында қолында пышақ Әжібектің өзі отыр. Алдында ағаш ет табақта, ет дейін десем ет емес, бірақ соған ұқсас жалбыршақтанған бірдеңе буы бұрқырап тұр. Басқа балалар Бәтен, Санат, Қайрат және 1-2 бала әрқайсысы әр шетте Әжібектің аузына көздерін сатып мөлие қарапты да қалыпты. Үсті басым қар-қар боп мен кіріп келгенде Әжібек, міне қанатта осы құйқаның иісін біліп келді.
деді мәз болып. Жарайды, сенде отыр, әуелі мен өзім тойып алайын, қалғанын сонан кейін бәріңе бөліп беріп ауыз тигізем. Бісміллә. Әжібек табақтағы құйқаның бір шетінен кесіп ап аузына тастап жіберді де, алдымен біраз шайнап дәмін алып көріп, қылғыта жұтып жіберді. Дәмді екен, деді. Мұнан әрі ол көнетіктің қонышы құсап, жиырылып жатқан қалың құйқаны кәдімгі ет құсатып пышақпен шетінен кесіп асай бастады. Балалар тамсанып қойып, оның жегеніне телміре қараймыз. Мына жеспен Әжібек бір табақ құйқадан бір жапырақта ауыз тигізбес деп отырмыз. Жо, құйқаның жартысынан көбі желінгеннен кейін тояттайын деді. Кекірініп, алдындағы сорпасынан ұрттап, ет табақты күйіндеу ысырып қойды. Бізге бірден бөліп беруге көзі қимай біраз отырды. Онан соң есіне әлдене түскендей ойланып қалды да, қазір бәріңе де аз-аздан беріп ауыз тигізем, деді ескертіп. Дәмінің қандай екенін көріңдер. Егер үйлеріңде ірі малдың жатқан тұрған жас терісі болса, осында келіңдер, өстіп асып жейтін боламыз. Білдіңдер ме? Әжібек кесіп берген бір-бір жапырақ құйқаны жеп көріп, бәріміз де тамсана түсіп, дәмді екенін мойындадық. Берсе тағы да жер едік, бірақ Әжібек бере қоймады. Табақта қалған үлкен бір кесек құйқаны меңзеп, мынаны егер кімде-кім маған Мәриді шақырып әкелсе, соған берем, деді. Мен шақырам, деді Қайрат. Мен шақырам, деді Бәтен. Ол келмейді мұнда, деді Санат. Сендер келетін етіп шақырыңдар. Шешесі жібермейді ғой. Мектепке апай шақырып жатыр деп, алдап ертіп шықпайсыңдар ма, көк соққандар-ау? Әй, осы сендерде түйір ақыл болсашы, сендерге ақыл үйретем деп мына шашым жасыма жетпей ағаратын шығар. Далаға шақырып шыққанмен ол қызды мұнда келу қиын ғой. Иә, ол өзі әртіспін деп тұштаңдап, анау-мынау айтқаныңа көнбейді. Ал сендер көндіріңдер, деді Әжібек қатуланып. Менің кім екенімді айтыңдар, менсінбей көрсін. Ал екеуің барыңдар, деді Бәтен мен Қайратқа. Ал сендер, деді Санат екеумізге, отыра тұрыңдар. Менің таңғала байқағаным сол күні Әжібектің мінезінде де, сөзінде де бұрын біз байқамаған бір өзгешелік бар еді. Біз Санат екеуміз оның кей сөзін ұққан, түсінген сияқты болдық та, кей сөзіне түсіне алмадық. Басқа балаларға қарағанда сен екеуіңнің естерің бар, сондықтан ішіме сыймай толып бара жатқан бір сырымды ақтарып, біраз жеңілдеп алғым келіп отыр, деп бастады Әжібек сөзін. Менің әңгімем ғашықтық жайында. Ғашық болу деген бір керемет екен. Қанат, Санат, сен екеуің әлі баласыңдар ғой. Ғашықтық дегенің не екенін білмейсіңдер. Ғашық болу деген керемет екен. Жүрегіңді ауыртатын азап екен. Мысалы, осыдан 4 күн бұрын боран соғардың алдында мен көшеде Мәриді көргем. Қыз деген тез өседі деген рас екен. Былтыр ғана басы биттеп жүретін боқбұрын ет, бір қыстың ішінде бойы тартылып, сұлу қыз боп қапты. Сендерге өтірік, маған шын әлгі қызды көргенде жүрегім ауырып сала берді. Не болғанымды білмей соңынан телміре қарап тұрып қаппын. Содан бері жатсам тұрсам көз алдымнан Мәри кетпейді. Мені өзіне сиқырлап алған сияқты. Қыз жібекке төлеген осылай ғашық болған шығар. Өзімнен өзім өлгім келеді. Тек Мәри де менімен бірге өлсе деймін. Сонда біз де қозы көрпеш баяндай бір молада өлсек-ау, деп зар елегім келеді. Әуелде Әжібектің айтып отырғандары қызық сияқты көрініп еді, артынан ұғынықсыз бір мылжың сөздер болып кетті. Оның үстіне Мәриді мен өзімде жақсы көретінмін. Сондықтан Әжібектің оған өлердей ғашық болдым дегенін іштей ұнатпай отырдым. Біраздан кейін үсті бастары аппақ қар болып Қайрат пен Бәтен келген. Екеуінің айтқаны, Мәри әуелі бұлардың мектепте апай шақырып жатыр дегендеріне сеніп, үйінен киініп шығыпты. Онан соң бұлар Әжібектің үйіне шақыратындарын айтқан кезде ашуланып, алдағандарың үшін мә сендерге деп, екеуін екі періп, қарға оңқа-шоңқа етіпті де үйіне кетіп қапты. Қыздың пергеніне құлап жүрген сен екеуіңнен түк шықпайды, деді Әжібек ыза боп. Қаланың қызы емес пе, төбелестің әдісін біледі, деді Қайрат ақталып. Жә, езінемелер. Әжібек төсегіне барып шалқасынан құлай кетті. Өзегім өртеніп барады. Не істесем екен? Ағатайлар-ай, не істе дейсіңдер маған? Әлде біреуде пышақтап өлтірсем бе екен, а? Мұнан әрі Әжібектің өзінің де сөзінің де мәні жоғын ұғып, Санат екеуміз үйлерімізге қайттық. Мынау тура Ырысбектің аузынан түскендей боп қапты ғой, деді былай шыққан соң Санат жаңағы Әжібектің қылықтары ішіне сыймай. Расында да боран сол ышқына ұлыған сарынынан танбастан құтырына соғып тұр.
ертеңгісінге қарағанда есіре түскендей бүкіл дүние жерде көкте ақ түтек. Тірлік атаулының күні осы ақ түтекке қарап қалған сияқты. Енді еш уақыт толастамайтын сияқты. Біздің ауылды бір жолата жұтып көміп тастамай көңілі көншейтін түрі жоқ. Атам айтады, өзім ес білген 70 жылдың ішінде бұл өңірде биылғыдай қатты қыс болған емес деп. Деді боранға тұншыға сөйлеген Санат бір қырындай жүріп. Менің әжем де сөйдейді. Тек мұндай қыстың арты қайырлы болады, жазы жайлы, астық пен шөп мол болады дейді. Менің атам да сөйдейді, молшылық болады дейді. Бәрінен де жауды жеңсек екен, деді Санат боранға қасқая тұрып айқайлап. Соны айтсаңшы. Үйлеріміздің тұсына келгенде екеуміз екі айырылдық.